Яғни бұл жерде слайдта мен былай жазған екенмін, ақпарат технологиясының маманы дейді, және бұл жерде кішкене осы интернет торабынан сілтемелер жасаған екенмін. Және шын айтқанда ақпарат технологиясы не екенін білсек, олай болса осы технологиямен жұмыс жасайтын мамандарды, кісілерді ақпарат технологиясының маманы деп айтуға болатын сияқты. Соның өзінде де мен мысалы мына жерде кішкене интернет торабынан алған мәліметпен таныстырып кетейін, және оны көріп отқандарыңыздай өте көп мамандықтар тізімін көреміз, және бұның ішінде тағы да үңілсек, онда көптеген мамандықтар табуға болады. Соның ішінде қазақ тіліне аударып, яғни біздің күнделікті өмірде осы жұмыс барысында көріп жүрген бірнеше мамандықтың тізімін жазып кеттім. Яғни мысалы біз білетін программист мамандар, қосымша бағдарлама, яғни қосымшалар жасайтын, бағдарлама жасайтын мамандарды осы IT мамандар деп айта аламыз. Сондай-ақ жүйе администраторлары, техникалық қолдау мамандары, дата-центр мамандары, яғни деректер орталығының маманы, желі инженері, желі архитекторы, желі қауіпсіздік маманы, желі дизайнері, яғни желінің қалай жұмыс жасайтын, бұның барлығын жасайтын мамандар, программист, веб-администратор, веб-девелопер, веб-программист, телефон жүйесінің маманы, интернет қосу маманы, дерекқор администраторы, дерекқор дизайнері, датабейс аналист, тағы басқа, яғни көптеген мамандықтар. Бүгінгі таңда IT саласында мамандықтардың саны да, оның түрлі атқаратын қызметі де көптеп кездеседі. Яғни бір саланың өзі, мысалы IT саласында бір саланың өзінде оны тереңдеп оқу, оның түбіне жету қазір бір адамның өмірі кетеді деп айтсақ та болады. Мысалы желі инженері болсаңыз, онда осы желі құрылғыларын оқу, оның барлық атқаратын қызметі беретін мүмкіндігін оқып бітірудің өзі сізді, яғни осы нағыз бір маман, бір салада жұмыс жасайтын мамандықтың өзіне сіздің бүкіл өміріңіз кетіп қалуы мүмкін. Сондай-ақ программирование, яғни бағдарламалау, сол сияқты жүйе администраторы, телефондар, яғни осы бүгінгі таңда Asterisk, Linux сияқты бағдарламалардың дамуы, оны оқып бітіру де өте мүмкін емес, яғни өте ауқымды. Сол сияқты жаңа айтып кеткен Linux, веб парақшаларын жасау, яғни программалау тілдері, оның да атқаратын түрлері көп, және олардың беретін мүмкіндіктері де әртүрлі. Яғни көріп отқандарыңыздай, бүгін IT мамандығының бір саласын таңдасаңыз, сол саламен көптеген жылдар, яғни көп оқуға, көп жұмыс істеуге мүмкіндік сізге береді. Енді осы IT мамандарды яғни білдік. IT мамандықтардың да аты да, саны да өте көп, оның барлығын тізбектеп айтып шығу мүмкін емес. Алайда бүгінгі таңда осы ақпарат технологиясының мамандарын дайындайтын біздің Қазақстан Республикасының көлемінде жоғары оқу орындары әрине бар, техникалық жоғары оқу орындары. Соның ішінде мысалы Алматы қаласында бірнешеуін атамасам да болатын сияқты, оны барлығыңыздар білесіздер. Мысалы КБТУ, Қазақ-Британ техникалық университеті, сол сияқты КазУТУ, Қазақ ұлттық техникалық университеті, сондай-ақ СДУ, яғни Сүлеймен Демирел атындағы сол сияқты халықаралық IT университеті. Осы университеттердің барлығы қазір тағы да басқа қалаларда да өте көп екені белгілі. Яғни осы университеттердің беретін білімі бүгінгі таңда қандай мамандықтар қамтиды деген сұраққа кішкене тоқталып кетейік, және мен оны осы интернет торабына тағы да сілтеме жасаймын, және оны сіздерге көрсетпей-ақ қояйын. Яғни мысалы бір университетті қазір мен осы парақшасын аштым, және бұл университеттің жазғаны, яғни біздің бакалавриат мамандар дейді. Бұл ақпараттық технологиялар факультетінде мысалы ақпараттық жүйелер, яғни информационные системы деп айтып кетсек, сондай-ақ есептеу техникасы және бағдарламалық жасақтама, яғни бұл программистер, сондай-ақ есептеу техникасы дейді, автоматтандыру және басқару. Сол сияқты мен келесі университетті ашып көрейін. Мысалы мына бір жоғары оқу орнына бакалавриат мамандықтар тізімінде көретініміз тағы да осы ақпараттық жүйелер, автоматтандыру және басқару, радиотехника, электроника и телекоммуникация, яғни және телекоммуникация, ақпараттық қауіпсіздік жүйелері. Яғни бұлардың өте бір-біріне ұқсас болып келетінін көреміз. Сондай-ақ мен тағы бір университетті, тағы бір жоғары оқу орнын ашайын, және олардың да ұсынып отырған мамандықтар тізіміне тоқталып көрейін. Қазір мен екі жоғары оқу орнын бірден ашамын, және осы жердегі мағлұматтармен танысайық. Мысалы, мына жоғары оқу орны бакалавриат мамандықтарын жазған екен. Соның ішінде көретініміз, мысалы, ақпараттық жүйелер, тағы да есептеу техникасымен бағдарламалық қамтамасыз ету, математика, есеп, халықаралық қатынастар. Яғни көріп отқандай, мына жерде тағы біреуін аштым, және осы
жоғары оқу орнының беретін мамандықтар тізімімен танысайық. Яғни тағы да ақпараттар жүйесі, IT саласында менеджмент, информатика, IT саласындағы финансы, электрондық журналистика дейді, радиотехника, электроника және телекоммуникация, математикалық компьютерлік модельдеу дейді. Яғни көріп отқандарыңыздай бұл жердегі жоғары оқу орындардың беретін білімі бір-біріне ұқсас болып келеді, алайда бүгінгі таңда меніңше біздің техникалық жоғары оқу орындары сондай-ақ білім сапасы өте жақсы қарқынмен дамып келе жатқан сияқты болып көрінеді. Себебі енді алғашқы біздің алдымызда оқығандар да солай айтар мүмкін, бірақ менің өзіме солай көрінеді. Яғни бүгінгі таңда барлық технологияның, тағы да осы технологияның дамуының арқасында біз өте білімді жоғары деңгейде беруге мүмкіндік алып отырмыз. Сондай-ақ шетелдік әріптестермен, яғни әріптестік келісімшарттармен, сондай-ақ яғни бағдарламалар жасай отырып, осы жас мамандарға, жас оқырмандарға, студенттерге білімді өте жоғары деңгейде беруге мүмкіндігіміз бар. Және шын айтқанда осы жоғары оқу орнының бағдарламалары ауқымды болып келеді, және ол бір жағынан өте пайдалы сияқты, себебі сіз осы IT саласындағы көптеген бағытты қатар біліп, яғни IT саласындағы бар технологиялармен танысасыздар, және IT саласының осы, яғни ағылшын тілінде fundamentals деп айтып жатамыз, енді негізін, осы IT саласының негізін алып жатамыз, және болашақта өзіңізге ұнаған бір бағытты таңдайсыз, және сол бағытта жылжуға, дамуға сізге әбден мүмкіндік бар. Көріп отырғаным видео сабақ үзіліп кетті. Енді ойымды жаңағы жерден жалғастыратын болсам, яғни бүгінгі таңда білім алудың, яғни білім алуға жастарға өте тамаша жағдай жасалып жатқан сияқты. Яғни талантты, талабы бар, білімге деген құштары бар жастарға өте кең жол ашылуда. Мысалы біздің халықаралық бағдарламалар, мысалы болашақ бағдарламасы, сондай-ақ жас оқырмандарға, яғни оқушыларға, мысалы бүгінгі таңда арнайы физика, математикалық, сондай-ақ биология, химия, осы салаларда арнайы мектептер ашылуда, және сол оқушыларға өте жақсы жағдай жасалып жатқан сияқты. Яғни сізге тек өзіңіздің біліміңізді дәлелдеп, сіздің оқуға деген құштарыңызды, сондай-ақ күнделікті оқып, алға жылжуға, яғни күнделікті сіздің бағаңыз, енді әрине ол жерде әр оқу орнының талабы болады ғой. Сондықтан осы талапқа сәйкес болсаңыз, жоғары деңгейде білім алып шығуға, үлкен маман болуға әбден мүмкіндік берілген сияқты. Сондай-ақ жоғары оқу орындарында, мысалы, тағы да осы арнайы жоғары оқу орындары, мысалы, көп байқағаным, мысалы, бүгінгі таңда ағылшын тілінде білім беріп жатыр екен, және ағылшын тілі бұл өте маңызды екен тағы айтқым келіп отыр. Яғни біз қазір осы келесі слайдтарда осы ағылшын тіліне тағы да жеке тоқталамыз. Алайда жалпылама айтатын болсақ, осы білім алуға бүгін жастарда толық мүмкіндік бар. Тек оны пайдаланып, өзіңіздің ынта жігеріңізді қоссаңыз, сізде әбден мүмкіндік бар. Енді жоғары оқу орындарды осы жерден тоқтатайық, және біз келесі слайдтарға көшейін. Және бұл жерде менің жазып кеткенім осы IT оқушының жасы және маманның жасы, яғни бұл сабақтың енді кішкене жас категорияларына, жас мөлшерлеріне бөліп қойсақ, онда сіздерге бір нәрсе айтып кетейін. Яғни қай жаста болсаңыз да IT-ді бастау, немесе оны тастау деп айтпай ақ қояйын, бірақ IT маманы болу сізге қай жаста болсаңыз да әрине ерте де емес, кеш те емес. Сондықтан мысалы сіз мектеп жасындағы оқушы болсаңыз, яғни 7-18 жас аралығындағы оқушы болсаңыз, онда мен сізге айтарым, әрине жарайсың деп айтар едім. Яғни жарайсыз деп айтамын. Яғни бұл жерде неге? Себебі әрине белгілі, кез келген салада неғұрлым ерте бастасақ, сол құрылым болашақта жоғары деңгейдегі маман болу мүмкіндігіміз көп. Яғни спорт саласы болсын, басқа сала болсын, кез келген салада неғұрлым ерте бастасақ, және оны үздіксіз дамытып алып жүрсек, онда өсе келе біздің шеберлігіміз де, біздің икемділігіміз барлығы артатын белгілі. Олай болса жарайсың деп айтамын. Сондай-ақ осы 7-18 жасында, яғни жасөспірім қыз бозбала болсаңыздар, онда айтарым, еш уақытта қызығушылығыңызды жоғалтпаңыз. Баяу болса да, алға қарай басқан қадам әрқашанда үздіксіз болуы керек. Енді мектеп оқушылары ғой енді бұл жастағы, сондықтан айтарым, мысалы, сабақтардың барлығын жақсы оқу керек. Соның ішінде, мысалы, математика, ағылшын тіліне, енді IT мамандығына өте қажетті сабақтар, сондықтан осы сабақтарға аса көңіл бөлсеңіз, яғни аса көңіл бөлу міндетті емес, алайда осы сабақтарды жақсы оқып, ағылшын тілін меңгерсеңіз, және математиканың не үшін қажет екенін, және сізге берілген тапсырмалардың, яғни осының барлығы математика осы алға қойған мәселені шешуді үйретеді. Сондықтан осы математиканы да жақсылап меңгеруге, оған мұқият
көп көңіл бөлуге кеңес берер едім. Және бір ескерту жазып кеткен екенмін, енді кішкентай балаларда кейбір кезде осы бір салаға қатты көңіл бөліп, басқа салалар қалып кетіп жатады. Сіз олай істемеңіз. Басқа күнделікті өзіңіздің жасыңызға сәйкес іс-әрекеттерді ешқашан ұмытпаған дұрыс деп ойлаймын. Енді тезірек келесі жас аралығына көшетін болсақ, 18-22 жас аралығындағы оқушылар, енді бұны көп жағдайда студенттер болып жатады, яғни бұл жоғары оқу орнында, колледжде немесе арнайы даярлау орталықтарында сырттай оқитын, күндізгі оқитын бұл маңызды емес. Яғни сіз егерде осы жоғары, яғни мектеп табалдырығын аттаған соң жоғары оқу орнына әйтеуір келесі сатыға өтесіз. Немесе кейбір жағдайда болады, енді бір жағдайлармен, мысалы жоғары оқу орнына түспей басқа бір түспей жататын да жағдай болады. Алайда айтарым, ешқашанда берілмеу керек. Тек оқуға деген ынтаңыз болса, ол сізге болашақта әбден көмектеседі. Мен оған сендім. Енді осы оқушылар, яғни осы жасты нағыз оқитын жас деп айтуға болады. Яғни студент болсаңыз, онда сізге мысалы 4 жыл уақыт немесе 6 жыл, одан да көп уақыт беріледі. Және осы уақыт жақсылап оқуға, яғни сіз бір мамандықты таңдайсыз, және осы мамандықтың нағыз іскер кәсіби деңгейінде алып шығуға мүмкіндік беретін жас. Себебі сізді басқа көп жағдай алаңдатпайды бұл жаста. Себебі сізге жұмыс істеу енді қажет емес, әрине. Бұл кезде сізге барлық жағдай бар деуге болады. Мысалы, енді бұны мен жалпылама айтып отырмын. Әрине сіздерге жоғары оқу орнында кітапхана болады, сізге құрал жабдықтар беріледі, мұғалімдеріңіз болады. Сіздер кез келген жағдайда сұрақ туындаса, немесе бір ақпарат іздеуге керек болса, осы сіз барлық уақытыңызды уақытқа, яғни осы оқуға арнауға мүмкіндігіңіз бар. Сондай-ақ бұл жерде сізге берілген теориялық мағлұматтарды осы шын өмірде қалай қолданылатын қосымша біліп жүру, қосымша ақпарат алу, қосымша білім алу. Бүгінгі таңда білім енді сізге тек бағыт береді ғой. Одан соң интернет торабынан өзіңізге қажетті материалдарды, ақпараттарды, мағлұматтарды жинап, оны пайдалана білу. Сондай-ақ жоғары оқу студенттері болсаңыз, яғни 3-4 курс студенттеріне жұмыс істеуге де әбден мүмкіндік бар. Себебі бұл кезде кішкене жеңілдік болады, яғни сіздің көп уақытыңыз болады, және сіз енді осы кәсіби таңдаған мамандығыңыз бойынша жұмысқа кіріссеңіз де болатын сияқты. Келесі жас аралығы бұл 22-25 жас аралығындағы оқушы, яғни 25-30 жас аралығындағы оқушыларды, яғни осы IT маман болғысы келетіндерге бір кішкене кеңес айтатын болсам, әрине бұл жаста өте тамаша уақыт, яғни нағыз жұмыс жасайтын осы мамандық бойынша мүмкін сіз қазір IT маман болып жұмыс істеп жүрген шығарсыз. Олай болса, жұмыс барысында біліміңізді шыңдау, IT саласында өзіңіздің кәсіби шеберлігіңізді тереңдетуге әбден мүмкіндік бар. Сіздің жан-жағыңыздағы кез келген технологияны алып, оны ары қарай жетілдіруге, тереңдеп оқуға, немесе жаңа технологиялармен танысуға, бұның барлығы әрине осы жаста да мүмкіндік бар. Және де бір айтарым, мысалы сіз қазір енді бастауыш деңгейдегі IT маман болсаңыз, онда осы жұмыс істей жүріп, жоғары деңгейдегі IT мамандықтардың, сертификаттардың немесе қай саланың ары қарай дамып жатқанын зерттеуге, ақпаратыңызды толықтыруға, яғни күнделікті дамуға сізге де бұл жаста да мүмкіндік бар. Енді бұл жастан кейінгі жас аралығына тоқталмай қояйық. Олар үшін мүмкін болашақта кейін тағы қосымша сабақ жасай жатармын. Айтқым келіп отырғаны, IT саласын оқу, білім алу, ол ешқандай жағдайға, ешқандай басқа да сіздің жан-жағыңызда болып жатқан іс-әрекеттерге көп жағдайда байланысты болмайды. Ол бірінші кезекте сізге тікелей өзіңізге байланысты болады. Яғни сіз күнделікті даму үшін сізге қажетті бүгінгі таңда күнделікті, яғни көбімізде бар бір компьютер, дербес компьютер болсын, ноутбук, басқа кез келген компьютер, кәдімгі ұялы телефонды пайдалануға болады. Сондай-ақ интернет болса болғаны, және бұған көбіміздің бүгінгі таңда қолжетімді, яғни барлығымызда, көпшілігімізде бар деп айтуға болады. Және сізге осы құралдар болса болғаны, сізде білім алуға өте көп жағдай жасалып отыр. Енді мен қазір осы жерден сабақты тоқтата тұрамын, және келесі сабақта осы IT мамандығын өз бетімше оқу үшін маған қай бағытта жылжыған дұрыс, қалай жылжыған дұрыс, және қандай құжаттар, ақпараттар жалпы осы IT саласында өз бетімше білім алу мәселесін қарастырамыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.